Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын Тұлға арнасына міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойық. Мен дүниеге келгенде әкем Алаш ордалықтармен бірге түрмеде болған. 1 жылдан аса уақыт өткенде оларды 5 жылға Воронеж облысына жер аударды. Анам декабрист ретінде Воронежге аттанды. Әрине, ол жерде үнемі органдардың бақылауында болдық. Қолда бардың бәрін тартып алатын еді. Әлі есімде, үйдегі дүниенің бәрін жасыруға мәжбүр болатынбыз. Анамда мұраға қалған қымбат әшекейлері бар еді. Бір күні тінтуге келгенде, анам оны шамның ішіне жасырып қойды. Тінтуге келгендер аспалы шамның ішін тексермеді. Сөйтіп алып қалған болатын. Воронеждегі өмір. Тінтулерді есепке алмасақ, біздің жас отбасымыз үшін салыстырмалы түрде бақытты кезең болды. Себебі ата-анам бірге тұрды, әкем жұмыс істеді, көпір құрылысында жүріп ақша тапты. Бірақ ол кез ашаршылық кезеңі болатын. Анам темір жол саласында қызмет ететін. Ол жерде азды болса да тамақ бар еді. Әлі есімде. Анам мені жетектеп келе жатқанда, көшеде балалар аштықтан жылап, ересектер аштықтан бұратылып далада жататын. Анам аш балалардың жанынан үндемей өтіп кете алмайтын. Қолында барын беруге тырысады. Бұл аштық әкемнің денсаулығына да әсер етті. Жүрегі ауыратын. Сол қиын кездер әлі де көз алдымда. Әкем жұмыстан келгенде мен ұйықтауға дайындалып жататынмын. Әкем батасын беріп ұйықтататын. Мерзім аяқталған соң Ташкентке кеттік. Себебі Алматыға кіргізбеді. Ташкентте әкем ұзақ уақыт жұмыс іздеді. Түрксіб іске қосылғаннан кейін ол бір үлкен тұлға болды. Бірақ соған қарамастан, оған ешкім жұмыс бермейтін. Анам бізге тамақ сатып алу үшін аталарынан қалған әшекейлерін сатуға мәжбүр болды. Сөйтіп жүргенде Шатов деген бұрынғы басшысы Қандағаш Гурьев құрылысынан жұмыс беріп, сол жаққа аттандық. Жолда мен ауырып, пойыздан түсіріп тастады. Бірден ауруханаға жатқызды. Себебі ауыр, жұқпалы дертке шалдықтым. Әлі есімде. Анам жұқпалы аурулар ауруханасының терезесіне қарап тұратын. Палатам 1-ші қабатта еді. Әкем бір күннен кейін ары қарай кетті. Анам пәтер жалдап қалды. Күнде келіп тереземнен қарап тұрушы еді. Мен жатқан аурухана шамамен Арал теңізі жақта болды. Бір күні әкем мен анам ауруханаға бірге келді. Мен сол ауруханада 1 айдан астам уақыт жатыппын. Ауруханадан шыққан соң денсаулықты реттеп, қалыпқа келу керек болды. Ал ол кездері теміржолшылардың жағдайы мәз емес еді. Сол үшін анамның әпкесі тұратын Уфеге келдік. Уфе дегеніміз Уфа қаласы. Ол кісі де, жолдасы да мал дәрігерлері болатын. Екеуі ғана тұрды. Сол үшін біз сол жаққа бардық. Олар мені аяққа тұрып кетуіме көмектесіп, анамды сол кезде Алжир аталған лагерден құтқарып қалды. Егер біз сол кезде Қазақстан аумағында тұрсақ, өзге халық жауларының әйелдері сияқты, анам да сол жерге түсетін еді. Ал әкем кейде Уфеге келіп тұратын, хат жазатын. Мен салған суреттерімді жолдайтынмын. Біраз уақыттан соң Уфеде репрессия басталды. Үйге жақын жерге көлік тоқтаса қорқатынбыз. Себебі ол кезде ішкі істер халық комиссариатында ғана көлік болатын. Құлағымызды түріп жүретінбіз. Бір күні ер адам келіп, маған 2 адам тап деді. План бар, әкететін кімді білесіңдер, деді. Нағаш тәтемнің жолдасы үнемі оларға ешкімді білмейтінбіз деп жауап беретін. Сөйтіп жүргенде, бір күні нағаш тәтемнің жолдасын тұтқындауға келді. Ол кісіге 2 жылқыны улады деген айып тағылды. Жала екенін бірден түсіндім. Себебі ол кісінің жылқыларға қалай қарайтынын, жануарлардың да оны көрсе қалай жүгіретінін көріп жүретінмін. Сөйтіп ол кісі 2 жыл түрмеде отырды. Дәл сол кезде Ташкенттен хабар келді. Әкемді де тұтқындаған екен. Бізге келген хатта былай жазылған. Муха уехал в Достоевск. Біз басында Достоевск деген қала деп ойладық. Бірақ кейіннен ол Уфедегі көше екені анықталды. Түрме Тюремная көшесінің бойында орналасқан екен. Ал ол көше Достоевск болып өзгертілген.
Қазір де атауы сондай. Осылайша хат шифрланған мәтінмен келді. Соның арқасында инспекторлар байқамай қалған. Менің бөлмемнің терезесі сол түрмеге апаратын жолға қарайтын. Терезеден тұтқындарды әкетіп бара жатқан колонналарды көруші едім. Көп ұзамай нағашы тәтемнің жолдасын босатты. Ал біздің үйге түрмеден хат келді. Ол хатта әкемнің түрмеде қайтыс болғаны жазылған. Осымен біздің шығарылымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойайық.